Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай, қолжетімді заттардан жасалынатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Дүкеннен сатып алғанша үй жағдайында өздеріңіз жасап көріңіздер. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, YouTube арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар: ұн, разрыхлитель, ванилин, 2 жұмыртқа, шекер және де сұйық май. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп дайындап алыңыздар. Алдымен құрғақ қоспаларымыз, яғни ұн қопсытқышты мен 1 шай қасық қостым, сіздер 2 шай қасық қоссаңыздар болады. Және де ванилинді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне шекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне сұйық майды иісі жоқ жақсысын қосыңыздар. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң, үстіне құрғақ қоспамызды осылай бірден барлығын қоспай, аз-аздан шетінен қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек. Илеп болған соң, достар, қамырымызды 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Дәл осы печеньеден 25-30 штук шығаруға болады. Мен үлкендеу етіп жасадым, бірақ сіздерге кішірек етіп жасауға кеңес беремін. Өйткені бұл піскен кезде сіні формасы үлкейетін болады. Осылай қолымызбен дөңгелектеп аламыз барлығын. Одан соң осындай дөңгелек формамен айналдырып, бетін сәл басып, өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Осылай бетін ойып тесіп шықтым. Неке печеньеларымыз дайын болды. Бұдан да кішігірек етіп жасаңыздар және де арасын алшақтау етіп қойыңыздар. Сонда піскен кезде бір-бірлеріне жабысып қалмайды. Бетіне қантты сеуіп шықсаңыздар болады. Мен асығыс болған кезде осылай үлкен-үлкен етіп жасап, барлығын бірден пісіріп аламын. Енді духовкада 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей печеньеларымыз дайын болды, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай, ең бастысы қолжетімді үйде бар заттардан жасалынады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, келесі видеоны жіберіп алмас үшін YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға